Алматыда биыл реновация бағдарламасы аясында 78 ескі үй сүріледі. Демек, 600-ден астам адам жаңа пәтерге қоныстанады. Бұл туралы қала әкімдігіне қарасты күрделі құрылыс кәсіпорнының мамандары айтты. Айта кетейік, 2030 жылға дейін шаһардағы ескі үйлердің санын 1366-дан 690-ға дейін азайтып, шамамен 7500 меншік иесін заманауи пәтерге көшіру жоспарланыпты. Баспаналарда сүрілетін халыққа қандай жағдай жасалады? Бағдарламаның артықшылығы неде? Тақырыпты әріптесім Гүлмарал Изатқыз жалғайды. Жәмиля Сұлтанованың жаңа пәтерге қоныстанғанына көп уақыт болмаған. Ол осыған дейін 1930 жылдары салынған 2 қабатты ескі үйде тұрып, реновация бағдарламасы аясында жаңа баспанаға уақытша көшіп келген. Өйткені өзінің үйі сүріліп, орнына жаңасы салынады екен. Келісім бойынша сол мекенжайға қайта оралам деген Жәмиля Сұлтанова қазіргі жағдайына да риза екенін жеткізді. Ойналаң бәрі жақсы, бәрі өте тамаша. Кешке жақын шығып демаламыз, тыныш район. Қазір Касинада тұрып атырмыз біз. Касина тыныш, жақсы район. Бізге өзіміздің тұрған үйімізден 12 квадрат больше берді. И кейін де будущий тоже ана жаңа үйді салынғаннан кейін о жерде де больше берілетін айтты, ескертті бізге. Алматылықтар бөлме үшін бөлме қағидаты бойынша жаңа тұрғын үй алады. Немесе оларға бұрынғы жылжымайтын мүліктерінің нарықтық құны бойынша ақшалай өтемақы беріледі. Сондай-ақ ескі үйдің орнына жаңасы салынатын болса, келісім бойынша соған қайта оралуға болады. Жаңарту бағдарламасы аясында барлық пәтерлер таза күйінде беріледі екен. Айта кетейін, бағдарламаға сәйкес тұрғындарды көшіру және үй-жайларды бұзу меншік иелерінің келісімімен ғана жүзеге асады дейді жауаптылар. Түрксіб ауданы қаладағы ең ескі аудан, тұрғын үй қоры ескі. Қазір күш-жүгерімізді сол жаққа салып жатырмыз. Қазір Молдағалиев, Ақындар, Спартак, Толстой көшелерінің аумағында жұмыс жүріп жатыр. Ол үйлер 30 жылдары салынған. Кейбірінде жылу жуынатын бөлме сынды қарапайым жағдай жасалмаған. Қазір ондағы 103 пәтердің тұрғындары қоныс аударды. Кейбірі бір жола көшіп кетсе, кей азаматтар жаңа үй салынғаннан кейін қайтып ораламыз деп келісіммен көшті. Алматыда жыл басынан бері ескі тұрғын үйлерде тұратын 220 адам жаңа пәтерлерге қоныс аударған. Оның ішінде 99-ы осы Түрксіб ауданының тұрғындары екен. Жалпы қоныс аудару Алматы қаласының тұрғын үйін 2030 жылға дейін жаңарту бағдарламасы аясында іске асып жатыр. Енді жыл соңына дейін 600 адамды жаңа пәтермен қамтамасыз ету жоспарланған дейді жауаптылар. Гүлмарал Изатқызы, Ялқынжан Әшімжанов, Алматы телеарнасы.